Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Крейзман анасы достар. Бүгін біздерде МТА ойнайтын боламыз. МТА сондай короче. Я менде көптен бері видео шықпай кетті, ол үшін кешірім сұраймын. Бір-екі апта болды ау деймін осы, я. Екі сондай апта болып қалды. Үйде болған жоқпын достар, сондықтан да видео шығара алмадым. Енді қазір видео шығарайын деп отырмын. Міне достар, бүгін біздерде Рич Қазақстан серверінде жаңадан машина салынған екен. Осы Мерседес салонына қазір сол көлікті алып тюнинг істейтін боламыз. Тюнинг дегенде номер тонер қоямыз, енді тюнинг істемей жүр ол машинаға. Осы серверде ойнайтын балдар біледі, ол қандай машина екенін жаңадан. Міне достар, осы машина Mercedes-Benz 6X деген 99 миллион теңге тұрады достар, өте керемет. Тест-драйв жасап көрейік. Бізге 1 минут берді. Мына ішінде есе olur mu? Ең кейіп отым. Мынаны қараңыздар достар. Тест-драйв дейді. Енді айдап көрейік оны. Ана бұрылмайды ғой. Өте қиыннан достар. Біз қазір осы көлікті айдау қиын екен достар. Қазір сатып аламыз, сосын көреміз достар. Қазір осы көлікпен біз қауіпті аймақ деген бар ма? Сондай жер бар екен, ол да жаңадан салынған. Сол жерге барып, осы машинаны өткізіп көреміз достар, қауіпті аймақтан. Айта алмай қалдым ма? Мына жерде біреудің ойбай қайығы жатыр деп айтайын деп отырмын, суға түсіп кеттім достар. Қазір жалғастырамыз. Біз келдік. Машина жоп жасадық, атам балдар мені болады қазір. Қазір біз бірінші тонировка көрейік. Тонировка қойыла ма? Қойылмай тұрса бүйтіп кетіп шығарып көреміз. Қойылатын жер енді. Сондай бір багы бар бұл тонировканың. Достар. Жоқ, тонировка қойылмайды, негізі алдында өзінің тонировкасы бар, бірақ шетінде жоқ екен достар. Ештеңе етпейді. Енді біз қазір номер қойып алайық онда. Бір номер қоя саламыз, короче, бүйтем. Әйтеуір номер салам. Ата емес. Осылай салайық. Жоқ, бір простой номер керек маған. Ага деген жоқ. Болмайды екен, короче, былай саламыз. Достар, біз осындай номер қоятын болдық. Әйтеуір бір номер қойыптан 400 миллион теңге тұрады екен. Әйтеуір ойдан кейін номер жаза салдым достар. Біз қазір мына жерден цветін өзгертейік. Нағыз достар, тауға шығатын көлік. Осы машинамен тауға жарысып көреміз ғой достар. Ана Аликон деген менің досым бар еді ғой. Сонымен видео түсір десеңдер, тауға жарысып солай түсір десеңдер достар, давайте осы видеоға бір 30 ба или 25 ба, 20 ма, өздерің біліңдер, короче, түсіретін боламын осы 1-2 күн арасында. Біз енді осындай цвет қойдық. Сәл түсіреміз ғой деймін достар, жаман үлкен сияқты. Мынаяқтан тағы бір айдап жүр, мынаяқта. Керемет, сап-сары болыпты. Енді сәл бір түрі цвет. Настройкасын сәл бүйтіп түзіліп отырғызып алайық. Атонау что-то бір түрлі сияқты. Осылай көрейік шал. Отырма. Тау осылай бола берсін. Біз қазір цветін дұрыстап алайық, достар, мен айтып цвет қоя салдым. Қазір. Мен осындай көлікті таңдап алдым. Енді біз қазір қауіпті аймаққа баратын боламыз. Ойбай, маған үстіне себеп кетті. Дерзкий көліктің достар, егер де сіздерге ұнаған болса, комменттерін жазып кетіңдер. Ұнады ғана мынау қай жерін ұнағанда сол жерін жазып кетіңдер. Ойбай, мына жерде шырақ отты сұқамайық. Короче, кеттік. Скороспен бағасайық. Ведь ты молодая Донна, девочка-казашка, ты как будто примадонна. У тебя все ровно, ты танцуешь очень броско. Я так осторожно, но ты снова улетаешь. Я разлюбил себя, чтоб полюбить тебя сильней. И мне не важен город Алмата или Семей. Я разлюбил себя, чтоб полюбить тебя сильней. И мне не важен город Алмата или Семей. Я нашел тебя, когда совсем я не искал. А теперь твой пистолет, детка, прямо у виска. Не могу забыть опять твои холодные глаза. Мы
скажи, зачем тебя тогда я повстречал? Может быть ты ангел, вся сияешь Гуччи. Или может быть ты киллер, ведь ты сносишь крышу. О тебе так мало знаю, но я так влюбился. Этой ночью я теряю все, что накопил я. Ведь ты молодая Донна, девочка-казашка, ты как будто прима. Достар, біз қауіпті аймаққа келдік. Мынау жаңа қалама сондай. Біз қазір осы қауіпті аймақтан өтіп беретін боламыз. Бұл қауіпті аймақта білетін жасындар, иә? Білетіндер де бар, білмейтіндер де бар, достар. Мына жер қыс екеннен таятын шығар. Ал мына жерге сиям екен, мына көкем. Симай қалды ғана. Достар, оғанда бүйтейік, симай қалса. Машинадан түсеміз да, енді мына жерде симай қалды. Ана өлкен болып кетті, достар. Еще оны сәл отырғызғанбыз. Мына жерге шығарып алайық. Осы жерден, типа, осы жерден басталады деп ойлай беріңіздер. Отырып аламыз да, жөндейміз. Қазір ар жағы оңайлау шығар енді. Оңайлау дегенде қазір фарын жақып көрейікші. Говорит, қосу дейді. Мә, тақта. Енді мынау скорсы деген өздеріңіз алып көріңіздер, достар. Егерде 99 миллион бар болса сіздерде. Айбай, мына жерден қалай өтеміз, достар. Қиын болайын деп тұр. Жай өту керек сияқты. Мұнда бір алдында не бар, бірдеңе бар ма? Ойбай, ана жерден қалай өтеміз, достар. Ё-майо. Ал, мына жерден түсіп кетсем ренжімеңдер. Ой, түскен жоқпыз. Түсейін деп тұр еді, негізі түспей қалды. Мына жерден бұлай. Ойбай, мына жер опасно екен, достар, біліңдер. Ойбай, мына жерге келетін кезде. Мына жерден қалай өтеміз? Егер сервердің админі осы видеоны көріп отырсаң, мына жер сәл жөндеп жүресің ау деймін. Ата мына жерден өте алмайтын сияқты машиналар. Машинадан түсе салайық енді. Бір бак болып қалды. Мына жақпен өтіп кетуге болатын еді, бірақ өтпей қойық. Тағы түсіп кетіп. Мына жерде бір жаңадан бір қалама бірдеме салған ау деймін жақында. Ойбай, мына өртеніп кетті. Жаман ғана, қат жүреді, достар, өздеріңіз алып көріңіздерші, осы көлікті. Жаман андай. Қазір жай басып қалсаңыздар, достар, жаман алдыға ұшып кетіп. Ана жерін смело өтіп кетеміз. Ана жерін жай өтеген. Ана жерде мына жер қиын енді. Мына қып-қызылдардан өту және анау ең төбесінен өту. Қиын бойын деп тұр ғой. Анаңызды тормозы да ұстамайтын. Жаман өте қиын машинадан айдаушы. Так, мына жерін өтеміз ау дейміз. Осы жер ең үлкен сияқты. Осы жерден өтіп көреміз ба? Не істейміз? Қамаш өтініш. Не болып қалды мынау? Короче, жетпек аламыз. Жетпекті аламыз да. Мына жерге бүйтіп шығып аламыз. Интернет қуып отыр, достар, менде. Ештеңе етпейді. Мына жерден өте аламыз өзі. Жаман қиын сияқты мына жер, қараңыздаршы. Мына машинада бір шоғандай қат жүреді. Тым айдай алмай қаламын мен қазір. Давай. О, сияды екен. Дәл келді, достар. Енді осымен жай былай жүру керек. Былай. Құлап кететін сияқтымыз қазір. Осылай көрейікші. Құлап кетейін еді, ё-майо. Өттік, достар. Мына жерге енді симайтын шығар, иә. Мына домалақтарға істемей қалып отыр, достар. Не істейміз өтен түсе саламыз тағы. Енді ренжімейсіздер, достар, енді осылай андай симай қалып жатыр. Енді үлкен болып қалды мына машина. Сәл подвескасын түсіріп келу керек еді. Бірақ мына жерге по-любому симайтын сияқты. Кәдімгі машиналар зорға сиіп жүрген сияқты мына жерге.
Енді қазір мына жерден қалай өтеміз? Ал шыдай ма екен мына машина? Тағы түсіп кете ма? Неге мына үстін қараңыз достар. До базару нет, так все хищники дейді ғой. Сол хит болып кетті кез. Тип жағдайын кетіпсің, е. Мына жерден мә өттік. Смело. Мына жерден басамыз азот боспайды дейсің де. Бәля. Азот қаяқтан шығады екен достар. Мына жақтан шығады екен ғой. Мықты. Мына жерден өте аламыз ба? Жабысқамайық. Айттым. Ал күн бүйтіп. Ана. Смело достар. Смело лайкты басыңдар енді. Ана жерде бір-үш рет жай өтіп кеттік. Неге десеңдер. Машина сыймай қалды достар. Мен арамды қыстықтан жоқпын олай. Машина сыймай қалғасын түсіп өттім достар жаяу. Ана жерден құлақ кетпеген, болмайтын жерлерден құлақ кетіп тағы позор болып қалмайық деп айтайын отырып. Тағы құлақ кетесіз деп. Бұл шеше, бұл жарап кетті мынау. Көріңдер, қайшын былай балон түсіп кетсе болды, жаман андай. Сәл кіп кете ма бірдеме болып отыр достар. Ал, мына жерден қалай өтеміз ал? Алдымыздан қараңыз достар. Ё-моё, повезло. Шығып кетші дейсей. Мәйетін достар. Енді ана жер жаман қиын бар ғой, қараңдаршы. Машинамен өту. Негізі ашын жай машинамен өтуге болады. Бірақ мына машина жаман сілкіп жатыр ма, бірдеме болып отыр екен. Мына жерде машина шығарайық та, ана жерден өтейік өзіміз енді еркекше болсын енді. Олай машинамыз түсіп кететін болды енді. Бұлай істесек ше. Сәл артқа тұру керек, болды. Достар, мен машинам шығарып алдым, жарты сағат өтіп кеткен шығар достар. Мына жерге зорғайын шығардым ғой. Шығарсам керек және қарап түсіп кетті достар. Сондықтан да көп уақыт кетіп қалды осы машинаны шығаруға, осы жерге телепорт жасауға. Мына жерден аман есен өтсек екен да. Мына машина сәл скоростын азайту керек па, бірдеме ше. Мынаны қарасаңдаршы, ё-моё, қайтадан түсіп кетті. Короче, достар, біз қауіпті аймақтан өте алдық па, не істейміз өзі? Өттік па, не істедік? Мынау енді өткенге саналмайтын шығар достар. Өйткені біз ана жерде машинаны кетірдік, жаяу жүрдік, еще ана жерде қанша рет жаяу рет өтіп кеттік достар. Сондықтан да мен өзім бұл жерден өте алмадым достар енді. Өзім өте алмадым, мен сендер өздерің өте қалатын шығарсыңдар. Егер де өтсеңдер, комментария жазып кетсеңдер болады, өттім мынау деп ше. Енді білмеймін, маған ұнамады бұл өткенім. Өйткені ана жерден машинаны тастап жаяу өттім, бір-үш жерлерде машина сыймағасын өттім, енді ол жерден ше. И сосын мына жерден де тағы да құлап кеттім. Өте алмадым, өз ойымша. Сендер жазып кетіңдер, өздерің осындай машина алып өтіп көріңдер, сол кезде көресіңдер достар қалай қиын екенін. Сама қиын бар ғой достар. Өздеріңіз өтіп көріңіздер, енді видео ұзақ болып кетті деп ойлаймын. Ұзақ болып кеткен сияқты әйтеуір. Енді осымен видеоны аяқтайық. Келесі бөлімде тағы да видео шығаратын боламын. Дәл осы көлікпен тауға жарысып көреміз ба, білмеймін достар. Көреміз. Давайте. Скипау.